Сәлем достар. Бүгін өлім ойыны дорамасының соңғы бөлімін қысқаша мазмұндайтын боламын. Достар, бейнелерім ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Сонда жігерленіп тамаша бейнелерді көптеп және тез салатын боламын. Ал кеттік ендеше. Ажал Мықтыбекке сен өзіңді өлтіруіне әдейі мүмкіндік бердің бе дейді. Мықтыбек қулықпен күліп, я мен өзімді өлтіруіне әдейі мүмкіндік бердім. Себебі мына дүние қайтар дүние, не істесең сол басыңа келеді деп тағы да күледі. Ал ажал Мықтыбекке өлімді жоспарлауға болмайды. Қалай өлетінің бірі Аллаға аян деп шөртпені тағы да басып Мықтыбекті келесі адам денесіне жібереді. Мықтыбек есін жиса жүгіріп келе жатыр. Мен біреуден қашып келемін бе, әлде қуып деп түсінбейді. Сөйтсе қуып келе жатыр екен. Алдында озып бара жатқан адам. Су қаруын алып Мықтыбекке оқталған кезде өзінің полиция детектив екенін бірақ біледі. Ол дененің иесі де жастайынан әкесінен айырылып, анасымен қалған. Әкесі полиция қызметкері болған екен. Сосын бұл да сол мамандыққа тапсырыпты. Бірақ бұл таңдауы анасына құп келмей, өзіне қауіп төндіретін жағдайлардан аулақ бол. Сені де жоғалтқым келмейді дегеннен соң бейшараның кейіпін танытып, жұрттың мазағына қалған, қолынан түк келмейтін, сорлы полицей болып жүр екен. Бірақ анасы жақында қайтыс болыпты. Сосын Мықтыбек қасындағы серіктесі екеуі баңғы қылмыскерді тұтқындап қайтып бара жатып, бір қаншердің пышақ алып бір адамға шабуыл жасап жатқанын көреді. Сөйтсе бұл қаншер бұрынғы камерада бірге отырған артынан өзін пышақтап өлтірген жігіт екен. Ол жігітті Мықтыбек жұрт көзінше құрықтап үлкен қошеметке ие болады. Қасындағы серіктесі де шынымен өзіме деп таң қалады. Ал мына жақта жауыз бастық өзінің жаңа құрбанын таңдап жатыр. Ол құрбан ештемеден хабары жоқ. Келседі, сосын Мықтыбек уақыт созбай бұрынғы қанға толы студияға асығады. Серіктесі біреудің меншігіне бұлай сұраусыз кіруге болмайды деп айтады. Мықтыбек бұл жердің иесін өлтіріп кеткен. Сен детективтерді шақыр деп өзі камера жазуларын жүктеп алады, оны серігі де көреді. Сосын детективтер келеді, Мықтыбек тағы да қылмысты ашқан үшін марапатталады. Сол сәтте жауыз бастық қасындағы құрбанымен келіп қалады. Мықтыбек бұл жерде тергеу жүріп жатыр. Өте қауіпті қылмыстар орын алған. Сол себепті қасыңыздағы қыздың да аты жөнін жазып алсам, қарсы емессіз бе? Тағы өліп неп қалса танып алуымыз үшін дейді. Жауыз басшы ашуланып құрбанын жол жиегіне түсіріп кетеді. Жаңалықтардың бәрінде есі ауысқан суретшінің қылмыстарын Мықтыбектің ашқаны жайлы айтылып жатады. Ертеңіне Мықтыбек журналистерге осы бейнені жаңалықтарда көрсетіңдер деп флешканы береді. Ал Мықтыбектің серіктесі: сіз сол күні флешкаға бірдеме жазып, сосын жойып тастадыңыз, мен оны көрдім, сіз нені жойдыңыз деп сұрайды. Мықтыбек: ол бейнеде әлгі жауыз басшының қылмысы жазылған, оны көрсеткенмен бәрібір ақталып шығады дейді. Ал мына жақта жауыз басшыға бүгінгі эфирде сіздің суретшіні өлтірген бейнеңізді көрсетеді, оны Мықтыбек берді деп жеткізіп қояды. Сосын жауыз басшы Мықтыбекті өлтіруге бұйырады. Бақытына орай Мықтыбек өлмей тірі қалады. Сосын жауыз басшы келісім түзу мақсатында мекемеде Мықтыбекпен кездеседі. Мықтыбек келіспейді. Сосын жаңалықтар басталады. Жауыз басшы қанішер суретшіні өлтіргенін аяқ асты мойындайды. Ол өзін суретші ұрлап өлтірмек болғанын айтады. Бірақ оның жолы болып, не өлемін не қаламын деп суретшіні өлтіруге мәжбүр болғанын айтады. Жұрттың бәрі жауыз басшыны қолдайды. Мықтыбек неге бұлай болды деп тұрғанда басына қап кігізіп жауыз басшының төбеттері ұрлап кетеді. Сосын жауыз басшыға хабарласып, Мықтыбекті не істейік дейді. Жауыз басшы өзім өлтіремін деп тұтқаны қояды. Жауыз басшы өз ұшағында ақшқа сапарға бара жатыр екен. Сосын дәрісін ішіп ұйқыға кетеді. Бір кезде ұшақтың қауіпсіздік тізімі іске қосылып, сілкіне бастайды. Әлгі жауыз оянып не болып жатқанын тексермек болады. Сол кезде Ираннан жазу шығып сайрай бастайды: сен нағыз қанішерсің. Өз ағаңды ұшақта жарып жердің, одан кейін парашютсыз секірген жігіт, түрмеден шығып пышақталып өлген жігіт, модель және Мықтыбектің сүйіктісі болған қызды өлтіргенсің деп аттарын тізіп айтады. Жауыз басшы жынданып ұшақ бортына кіреді. Ол жерде жүргізушілер жоқ. Өз ағаңды өлтіріп, сосын ел білмесін, назары басқа жаққа аусын деп экстремал спортшыны парашютсыз секіруге үндедің. Ал енді өзіңде секіріп көр. Бірақ саған парашют қалдырдым дегенде ұшақ жарылады. Жауыз парашютты
әрең тауып жерге аман түседі. Бірақ түсе сала, үлкен жылдамдықпен көлік келіп соғады. Көліктен Мықтыбек түседі. Оны көріп, бұл қалай болғаны деп жауыз таңырқап қалады. Сосын барлығы қалай болғаны көрсетіле бастайды. Мықтыбек мафия жігіттің жадын пайдаланып, жауыздың ағасын өлтіруге бұйырған деректерді табады. Сосын жауыздың ағасының жадын пайдаланып, жауыз қаламсапта есірткі сақтайтынын біліп, оны ұйқы дәрімен ауыстырып қояды. Ал жауыздың төбеттері хабарласқанда, Мықтыбектің полицей достары сол төбеттердің өзін тұтқындаған. Сол кезде Мықтыбектің өзі мафияның жадын пайдаланып, жауыз отырған ұшақты жүргізіп бара жатады. Кейін ұшаққа жарылғыш зат орнатып, өзі жерге парашютпен түседі. Сол кезде теледидарда жауыз басшының қылмыстарын көрсетіп жатады. Осының барлығын Мықтыбек қалай істегені көрерменге түсіндіріліп болған соң, Мықтыбек әлгі жауызды буындыра бастайды. Сүйген қызын өлтіргені көз алдына келіп, сені өлтіремін, тозаққа бірге барамыз деп тұрғанда, көктен ажал түседі. Мықтыбек ажалға сенің қағидаларыңа түкірдім, мен мына жауызды өлтірмей тынбаймын, тозаққа түссем де мейлі дейді. Сол сәтте қалтасынан сүйгеніне берген қаламсабы түсіп кетеді. Оны көрген Мықтыбек ештеме істемей сүйгенін ойлап қатып отырып қалады. Ашуға бұлққан ажалда жоғалып кетеді. Сосын Мықтыбек үндемей тұрып кете барады. Ал жауыз Мықтыбекті артынан келіп өлтірмек болғанда, қатты жел тұрып, жауызды ұшырып әкетеді. Артынша жүк көлігі келіп соғады. Кейін жауыз басшының комада жатқанын көреміз. Аяғын жарамайды деп кесіп тастапты. Атам қазақ айтқан ғой, жаманға өлім жоқ, жақсыға күн жоқ деп. Әй, бұның да өлуі қиын екен ғой. Әй, мейлі. Сосын Мықтыбек жауыздан кегін қайтарғанына мәз болып шығып кетеді. Кейіннен полицей болып өмірін жалғастыра бастайды. Бірақ көп ұзамай қылмыскерді тұтқындау кезінде серіктесін құтқарып қалу үшін өзі оққа ұшып, тағы да о дүниеге аттанады. Сосын тағы да ажалдың қасынан табылады. Ал ажал Мықтыбекке, мен саған ескертіп едім, сен тағы да өзіңді өлтірдің дейді. Мықтыбек, мен досымды аман алып қалу мақсатында өлдім дейді. Өзіңе көп алма, сен кімсің өзі, ешкім емессің деп тағы да шөртпесін басып, Мықтыбекті осы өмірге бом жетіп жібереді. Ал Мықтыбек талайны көрдім, бұл түк емес деп полицей болған өзінің жерлеуіне барады. Әріптестері оны қайыршы көріп елемейді. Ал Мықтыбек досына жұбатайын деп сөз бастағанда, кімсің сен өзі деп жағасынан алады. Сосын ренжіп, баспалдақтан төмен қарай түсіп бара жатып құлап мер болады. Мықтыбек есін жиып, ажалға енді 2 өмірім қалды. Маған бәрібір енді. Кім болсам да өзімді өлтіріп осы ойынды аяқтаймын дейді. Әй, ақымақ деп ажал шөртпесін тағы да бір басады. Мықтыбек тағы бір денеде ояна сала, жолға қарап жүгіре бастайды. Сол кезде алғашқы бөлімде Мықтыбектің жолын кесіп өткен кісі өзі екенін білеміз. Сосын ол бастағы өзіні көріп бірдеме айтқысы келеді, бірақ айта алмай қайтыс болады. Менің ойымша примерно, әй, ақымақ өзіңді өлтіруші болма деп айтқысы келген болар. Я, ал достар, сіздердің ойларыңыз қалай? Комментарийге жаза кетіңіздер. Сосын Мықтыбек ажалдың қасында тағы оянған соң, ажал, менің ойынымда жеңімпаз болғың келген, бірақ қақ алдыңда тұрған мүмкіндікті де пайдалана алманың дейді. Ал Мықтыбек, бәрібір мені тозаққа жібересің, сол себепті қай денеге жіберсең де бәрібір өліп қасыңа қайтамын, қане шөртпеңді бас деп айқайлайды. Ал жал, бұл сөзіңе күмәнім бар деп тағы да атып соңғы өмір сынағына жібереді. Бұл жолы Мықтыбек өз анасының денесінде оянады. Бұны біліп ажалға шуланады. Кейін анасының естеліктері Мықтыбектің жадына ене бастайды. Анасы Мықтыбектің әкесі қайтыс болғанда Мықтыбекті өсіремін деп көп қиналғанын, Мықтыбектің жолы болмаған кезде тек анасына қатты ауыр болғанын, ең ауыр өзінің өлімін естігенде анасының барынан да нарынан да айрылғанын біліп қатты қынжылады. Сосын анасының денесін өз ажалы келгенше жақсылап асырап қарайды. Кейін анасының денесіндегі Мықтыбек 32 жылдан соң қайтыс болады. Мықтыбек ажалдың қасына қайта келеді. Сосын ажалға тізе бүгіп егіле жылайды. Менді тағы да өмірге жіберші, анамды соңғы рет құшақтағым келеді дейді. Ал ажал, саған берілген мүмкіндіктердің бәрі бітті. Бірақ соңғы рет бағыңды сынап көрейік, егер оқ атылса сол мүмкіндікке ие боласың. Егер атылмаса менімен бірге кетесің дейді. Сосын Мықтыбек шөртпені басады. Бағына орай оқ атылады. Мықтыбек есін жиса телефоны шырылдап жатыр. Тұтқаны көтеріп, алло анашым, сені сағындым деп жылап жібереді. Сөйтсек Мықтыбек шатырдан секірейін деп тұрған өзінің денесіне енген екен.
Достар, осымен өлім ойыны атты дорамамызда аяқталды. Достар, өз өміріміз өз қолымызда. Жақындарымызды барында қадірлейік, аналарымызды ренжітпейік. Сіздермен болған кино мазмұн. Кездескенше.